Hello dear students, welcome to my channel Genre English. Today we will continue to learn common words in English. Сәлеметсіздер ме құрметті білім алушылар, менің Genre English арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тілінде көп қолданылатын сөздерді үйренуді жалғастырамыз. So the first word is work. Сонымен бірінші сөзіміз жұмыс. Мысал келтірейік. I have to go to work. Менің жұмысқа баруым керек. I have to go. Менің баруым керек. To work. Жұмысқа. I have to go to work. Менің жұмысқа баруым керек. So the second word is after. Екінші сөзіміз after. Кейін. Мысал келтірейік. Let's have dinner after work. Жұмыстан кейін кешкі ас ішейік. Let's have dinner. Кешкі ас ішейік. After work. Жұмыстан кейін. After кейін. Work жұмыс. After work. Жұмыстан кейін. Үшінші сөзіміз to call. Хабарласу, қоңырау шалу. Мысал келтірейік. Call me when you get home, okay? Үйіңе жеткенде хабарлас, жарайды ма? Call me, маған хабарлас. Бұл жердегі me, маған, call, хабарласу. Call me, маған хабарлас. When you get home, үйіңе жеткен кезде, немесе үйіңе жеткенде. Okay? Яғни соңында сұрақ белгісі тұр ғой, сондықтан жарайды ма деп аударамыз. Яғни okay деген сөздің өзі жарайды деп аударылады. Next one, келесі сөзіміз world, әлем. Мысал келтірейік. I want to travel and see the world. Мен саяхаттап әлемді көргім келеді. I want, мен қалаймын, to travel, саяхаттау, and, және, see, көру, the world, әлем. I want to travel and see the world. Мен саяхаттап, әлемді көргім келеді. Келесі сөз, school, мектеп. Мысалы, my niece goes to school here. Менің жиенім осы жердегі мектепке барады. My, менің, niece, жиен, my niece, менің жиенім. Goes, барады, to school, мектепке, here, осында, яғни осы жердегі мектепке. My niece goes to school here. Менің жиенім осы жердегі мектепке барады. Келесі сөз in, ішінде. Мысалы, what is in that box? Ана қораптың ішінде не бар? What is не? In, ішінде, that, анау, ана, box, қорап. What is in that box? Ана қораптың ішінде не бар? Жетінші сөз need, керек, қажет. Мысалы, I need your help. Маған сенің көмегің керек. I, мен, need, қажетсіну, қажет. Your, сенің, help, көмек. I need, маған керек, your help, сенің көмегің. I need your help, маған сенің көмегің керек. Келесі сөз, 3, 3. Мысалы, I have 3 sisters. Менің 3 әпкем бар. I have, менде бар, 3, 3, sisters, әпкелер. I have 3 sisters. Менің 3 әпкем бар.
Келесі сөз when, қашан. Мысалы, when was the last time you saw them? Сен оларды соңғы рет қашан көрдің? When, қашан, was, болды, the last, соңғы, time, уақыт немесе рет, you, сен, saw, көрдің, немесе көрді, them, оларды. When was the last time you saw them? Сен оларды соңғы рет қашан көрдің? Сонымен соңғы сөзіміз never, ешқашан. Мысалы, I will never tell. Мен ешқашан айтпаймын. I will never, мен ешқашан, tell, айту. I will never tell. Мен ешқашан айтпаймын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздердің көңілдеріңізден шықты деген үміттемін. Видеоға лайк басып, астына өз пікірлеріңізді білдіріп, және де арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта көптеген сабақтар шығып тұратын болады. See you in the next lesson. Келесі сабақтарда көріскенше. Bye! Сау болыңыздар.